1865 жылы Теннесси штатында Эдвард Янг пен бір топ сарбаз Америкалық азамат соғысының соңында пайда болған зомби ордасымен бетпе-бет келеді. Зомби апокалипсисі басталғаннан 6 жыл өткен соң Эдвард отбасынан айырылды. Ер адам 2 күнге аң аулауға кеткен болатын, ал үйге оралғанда әйелінің жұқтырылғанын көрді. Әйелінің сол құбыжықтардың біріне айналғанын түсінгенде Эдвард оны атуға мәжбүр болды. Алайда ұлы адам жоғалып кеткен еді. Сондықтан ол оны табу үшін үйден кетіп қалды. Бірақ Эдвард адамды ешқашан таба алмады. Уақыт өте келе Эдвард көрген білгенін күнделікке жаза бастады. Және зомбиді өлтірудің жалғыз жолы оның миын жою екенін анықтады. Бұл құбыжықтар баяу қозғалатындықтан оларға қарсы алыстан ататын қару өте тиімді. Эдвард бұрынғы көршісін ұстап алады, ол да жұқтырылған болатын. Және ол арқылы зомбилердің қандай сезімдері сақталғанын білу үшін тәжірибелер жасай бастайды. Күткендей-ақ Чарльз Эдвардты танымайды және оның кім екенін білмейді. Бірақ ол әлі де көре, ести және иіс сезе алады. Бұл жаратылыстар адам етін аңсайды және басқа ешқандай тамаққа қызықпайды. Ақылмен ойлай алмаса да, зомбилер оттан қорқады. Сондықтан жалын оларды үркітуге жарайды. Бұл құбыжықтар туралы көбірек білгісі келген Эдвард атын мініп, үйінен ұзап кетеді. Жолда ол бірнеше зомбимен түгел жеп қойылған адамдардың қаңқаларын кездестіреді. Бірнеше күн жол жүрген соң, Эдвард демалып, көл жағасына су алуға барады. Су жиегіне түскенде, ол су астында тығылып жатқан зомбидің шабуылына тап болады. Және жаратылыс оны суға тартып әкетеді. Үрейленген Эдвард өзін қорғауға тырысады. Және жаратылыстың тістеуіне жол бермеуге бар күшін салады. Бірнеше минуттық күрестен кейін ол зомбиді су астында өлтіріп, жағаға қайта шығады. Демалып, есін жиып жатқанда, Эдвардқа баяу жақындап келе жатқан басқа зомбилерді көреді. Солардың арасында адам да бар еді. Ұлын осынша жылдан кейін қайта көргенде, Эдвард қатты толқиды. Бірақ баласының қандай күйге түскенін көріп, көз жасына ерік береді. Сол сәтте ол қаруын алып, басқа зомбилерге оқ жаудыра бастайды. Бірақ адамға дәл солай істей алмайды. Адам оған жетіп үлгереді. Осы кезде Эдвард ұлын құшақтап, оның тістеуіне жол бермейді. Шарасыздықтан айғайлап, баласының басына оқ атып өлтіреді. Сол түні Эдвард құрғақ бұтақтардан төсек жасап, ұлының денесін өртеп, қоштасу рәсімін өткізеді. Жерлеу рәсімінен кейін Эдвард ұлының күлі біразын металл ыдысқа салып қояды. Және сол түні бүкіл азабының соңын ойлайды. Бірнеше жұтым ішімдік ішкен соң, револьверіне оқ салып, өзін атып өлтірмек болады. Бірақ екінші талпыныстан кейін райынан қайтады. Үйден шыққанда ол бір зомби кездестіреді. Бар ашуын содан алып, оны өлгенше сабайды. Таңертең Эдвард соңғы күндерін өткізген лашығын өртеп жібереді. Және соңғы мақсатын белгілейді. Енді ол өмірінің соңына дейін ұлы адам армандаған. Бірақ баруға үлгермеген сарқырамаға баласының күлін апаруды көздейді. Ормандарды жылдар бойы кезіп жүрген Эдвард енді еш сезімсіз, тек тірі қалу үшін бәріне дайын адамға айналды. Бір күні шабуыл кезінде оның адал серігі, аты Шеллоу атты тістеліп, жарасы іріңдей бастайды. Жара салдарынан жылқы жүре алмай, ауырсынудан қиналады. Жануардың сапарды жалғастыра алмайтынын білсе де, Эдвард оны жанына ұстауға тырысады. Өйткені Шеллоу қалған жалғыз досы еді. Алайда аты күн өткен сайын әлсірей берген соң, Эдвард көз жасын тыя алмай, оны азаптан құтқару үшін қоштасады. Жалғыз қалған Эдвард жолын жалғастырып, ішіндегі ашу ызамен өмір сүре береді. Бірнеше күннен кейін ол қираған ескі ауылды табады. Әлсіреп, ашыққан ол азық іздеп, тоқтауға шешім қабылдайды. Бір үйге кіргенде, орындықта отырған ер адамның мәйітін көреді. Бірақ сол сәтте әйел шабуыл жасайды. Кенет пайда болған кейуана оны тістемекші болады. Бірақ сол сәтте Исак келіп, оны құтқарып, әйелді өлтіреді. Шабуылдан кейін Эдвардты құтқарған Исак оған қаруын кезеп, тістелдің бе деп сұрайды. Эдвардтың жұқтырылмағанын көрген соң, Исак мылтығын түсіреді, екеуі үйге жақындап қалған зомбилерден тығылып қалады. Құбыжықтар кеткен соң, Исак Эдвардты ұрып, ол есінен танып қалады. Оянғанда, Эдвард өзін ұрған жігітпен бетпе-бет келеді. Бірақ оның қауіпсіз екенін бірден түсінеді. Исак оны жау көрмей, Эдвардтың хикаясына қызығушылық танытып өткенін сұрай бастайды. Эдвардтың соғысқа қатысқанын білген соң, Исак одан әпкесін құтқаруға көмектесуін сұрайды. Оның әпкесін Уильямс есімді генерал алып кеткен екен. Бұл адам бүлікшілер тобын басқарады. Және олар бункерде жасырын өмір сүреді. Исак бұл туннелдердің бәрін біледі, өйткені оларды өзі салуға көмектескен. Генерал әрдайым өзіне ұқсайтын есі кеткен адамдармен қоршалғандықтан, Исакқа баспанаға кіру үшін көмек керек. Әйелі мен ұлынан айырылғаннан кейін, Эдвард өмірде күресетін ештеңесі қалмаған адам еді. Сондықтан біреу отбасы мүшесін құтқаруға көмек сұрағанда, ол бас тарта алмады. Екеуі бірлесіп, зомбилерге қарсы күресте қайтпас жауынгерлерге айналды. Ал құбыжықтар оларға қарсы тұра алмады. Исаактың әпкесі ұзақ уақыт бойы жоғалған соң тірі ме, жоқ па, белгісіз болса да, Эдвард құтқару миссиясына адал қалды. Және отбасын қайта қосу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға дайын еді. Бір түні отбасында жылынып, өткен күндер туралы әңгімелесіп отырған кезде,
Исаак ісім бар деп кетіп қала. Жалғыз отырған Эдвард кенеттен басына тапанша тақап, оның револьверін тартып алған Уэйннің шабуылына ұшырайды. Содан кейін генерал Уильямс келіп, Эдвардты ұрып, оны өз жасырын мекеніне алып кетеді. Мақсаты оны тәжірибе жасауға ерікті ретінде қолдану. Бұл адамдарға қарсы тұруға шамасы жетпейтінін білген Исаак бұталардың арасынан жасырынып, таң атқанда Эдвардты құтқаруға аттанады. Сол түні Эдвард тұтқындар толы камераға қамалады, және генерал әдейі адамдарды жұқтырып, олардың ішінде патогенге иммунитеті бар жоғын анықтауға тырысып жатқанын біледі. Тұтқында отырғанда Эдвард Эмма есімді әйелмен танысады, және оның бірнеше апта бойы сол жерде отырғанын біледі. Барлық жұқтырылғандар доктор Джонсонның бақылауынан өтеді. Ол ауруға қарсы ем табу үшін сансыз сынақтар жасайды. Алайда айлар бойы жүргізілген зерттеулерге қарамастан, доктор Джонсон жұқпаның әсерін кері қайтаратын жол таппайды, ал Уильямс ашуға булығады. Генерал, егер келесі бірнеше күнде дәрі табылмаса, жұқтырылғандардың барлығы құбыжықтарға жем болады деп ескертеді. Келесі күні Эмманы жұқтыруға апара жатқанда, Эдвард өзін орнына алуды өтінеді. Сол сәтте Исаак келіп, күзетшіні атып тастайды. Ол әпкесін құшақтап, барлық тұтқындарды бункерден алып шығады. Олардың қашып бара жатқанын байқаған Уэйн арттарынан қуа жөнеледі де, Эдвардты атып үлгереді. Сол сәтте зомби пайда болып, Уэйнді жеп қояды. Жараланған досын көрген Исаак оны көтеріп алып, орманда жалғыз тұратын Ева есімді емші әйелдің үйіне апарады. Эмма есікті қағып, көмек сұрайды. Үйде ешкім жоқ деп ойлай бастағанда, есік баяу ашылып, Эмма ішке кіреді. Бірақ ол кірген бетте есік сарт етіп жабылып, Эмма көмекке шақыра бастайды. Исаак есікті бұзып кірмек болғанда, Ева пайда болып, Эмманы бала кезінде көргенін айтып, танығанын жеткізеді. Содан кейін есік ашылып, Эмма бауырына Эдвардты үйге кіргізуге көмектесуін сұрайды. Ева оған көмектесуге келісіпті. Науқастың жүзі бозарып, суық тер басқанын көрген Ева оның тірі қалмауы мүмкін екенін түсінеді де, ауырсынуын басатын дәрі береді. Ол жараны дезинфекциялап, оқты алып шыққанда, Эдвард қатты ауырсынып, есінен танып қалады. Қатты қан жоғалтқандықтан, оған тынығу қажет болады. Ева егер жара инфекцияға ұшыраса, Эдвардтың аман қалмайтынын айтады. Таң атқанда Эдвард оянады, ал емші әйел оның жарасына өзі жасаған дәрісін жағады. Эдвард оған мейірімділігі үшін алғыс айтады. Осы сәтте Ева көзіне жас алады, өйткені ол көп жылдан бері алғаш рет алғыс естіген еді. Әйел өзін қайтадан пайдалы сезініп, Исаак пен Эмманы зомби ұстауға арналған тұзақтарын көрсетуге апарады. Ол тұзақтардан өткен аз ғана зомби үйдің сыртында ілулі тұрған қоңырауға тиіп кетеді екен. Сондықтан Ева олардың жақындағанын бірден біле алады. Эдвард сауығып, одақтастармен бірге біраз уақыт емшінің үйінде тұруға шешім қабылдайды. Енді олар бір тұтас отбасыға айналып, әркім өз міндетін бөлісіп алады. Исаак үйдің қауіпсіздігін күзетіп, күндіз-түні кезекшілік етеді. Эдвард жарасынан толық айыққан соң досының қасына қосылып, күнделігін жазуды жалғастырады. Уақыт өте келе, шабуылдар жиілей түседі, және көптеген түндерде олар күтпеген қонақтарды қарсы алуға мәжбүр болады. Бірнеше ай бойы зомбилерді түнде жойып, таңертең көміп жүріп, бір күні екеуін қорғай алмай қалады. Сол сәтте Эмма тістеліп қалады. Әпкесінің зомбиге айналғанын көргісі келмеген Исаак оны атуға дайындалады. Бірақ Эмманың иммунитеті бар екені анықталады. Эмма бұрын да тістелгенін және ешқашан зомбиге айналмағанын айтады. Яғни оған ауру жұқпайды екен. Сол сәтте Ева жақындап, жараға қарап, қалай болғанын сұрайды. Эмманың айтуынша, әскерилер келмей тұрып, ол ауырып жатқан көршісіне қарасып жүргенде тістелген. Бірақ бірнеше күн өтсе де, денсаулығында өзгеріс болмаған. Түннің бір уағында Эдвард қорқынышты түстен оянып, Еваның үйден шығып бара жатқанын көреді. Ол бірден соңынан шығып, не болғанын сұрайды. Сонда емші әйел баяғыда өзі сіңлісімен бірге тұрғанын айтады. Бір түні Джулия есімді сіңлісін екі мас адам аңдып жүріп, шабуылдап, оның өмірін мәңгіге бұзған екен. Бірнеше апта өткен соң, Ева сіңлісінің жүкті екенін біліп, оған сол баланы тумай-ақ қоюға көмектесуге шешім қабылдайды. Себебі ол сол қорқынышты оқиғаның жемісімен өмір бойы бетпе-бет келмесін деген. Алайда бұл жайлы қала тұрғындары білгенде, олар Джулияны ауыр қылмыстарға айыптап, оны жазалауға шешім қабылдайды. Сіңлісі халық алдында алаңда өлім жазасына кесілген күні, Ева сол жерде болғанымен, оны құтқаруға ештеңе істей алмады. Сол кезде ол қолынан келгенді жасап, сол адамдардың бәріне қарғыс айтты. Кейін оны қудалап, қылмыскер ретінде елден қуып жіберді. Еваға қаладан кетуге 24 сағат қана берілді. Ол орман арқылы бірнеше күн бойы жалғыз, аш-жалаңаш жүріп, ақыры бір әйелге кезігіп, сол кісі оны паналатты. Сол кездері Мелинда есімді әйел сол лашықта өмір сүретін,
және Еваға емдік шөптермен емдеу әдістерін үйретті. Мелинда кеткен соң, Ева көне дәуірден қалған сиқырлы жазбалар мен рәсімдерді тапты. Соның бірі, соншалықты зұлым рәсім еді, ол өлілерді тірілтуге қауқарлы болатын. Сіңлісін қайта тірілтуге үміттенген Ева осы сиқырларды үйрене бастады. Бәрін меңгерген соң, ол Джулияның денесін зираттан алып, сиқыр жасау үшін лашыққа алып келді. Сағаттар өтсе де, ештеңе өзгермегендей көрінді. Ева ұйықтап кеткенде оянып қараса, сіңлісі есікті тоқылдатып, тірі күйінде тұрған екен. Сол сәтте қуаныштан жүрегі жарылардай болған Ева, көп ұзамай бұл қуаныштың тозаққа айналғанын көреді. Джулия алғашқы құрбандарын талап ете бастайды. Бұл оқиғаны естіген Эдвард енді адамзатты жойған зомби апокалипсисіне және өзінің отбасының ажалына кінәлі адамның алдында тұрғанын түсінеді. Бірақ әйелдің жүзіне қарап, Эдвард оның бұл ісіне өкінішпен қарайтынын көреді және оны кешіреді. Себебі Ева бар болғаны сіңлісін қайтарғысы келген еді. Жазбаларға сәйкес, осындай зомби шабуылдары адамзат тарихында басқа да кездерде болған, және олардың арасында бір байланыс бар. Бірнеше апта өткен соң, Исаак пен Эдвард оқ дәрінің таусылып бара жатқанын байқап, генерал Уильямстың бункеріне жасырын кіріп, қару ұрлауға шешім қабылдайды. Түн ішінде олар қоймадан бір жәшік алып, орманға қарай кетеді. Бірақ олардың ізін Клифф байқап қалып, соңынан түседі. Келесі таңертең Эдвард суға баласының күлі себілуі тиіс сарқырамаға жету миссиясын жалғастыруға бел байлайды. Бұл ісін тым ұзаққа созып жібергенін сезеді. Достармен қоштасып, ол жолға шығады және оралатынын уәде етеді. Бірақ ол білмейді, үштік үлкен қауіпке ұшырап отыр. Өйткені Клифф олардың орнын генералға айтып қойды және Эмманың вирусқа иммунитеті бар екенін хабарлады. Бір түні Уильямс шайқас тәжірибесі бар әскерилер тобын жинап, Еваның үйіне шабуыл жасап, ішіндегі барлық адамды тұтқындамақ болады. Оның мақсаты Эмманы сынақ нысаны ретінде пайдаланып, ем табу және қарғыс салған бақсы әйелді жою. Бірнеше апта жол жүріп, Эдвард ұлы армандаған сарқыраманы ақыры табады да адамның күлін шашады. Содан кейін ол достарына қайта қосылу үшін үйіне қайтады. Бірақ жеткенде лашықтың қирағанын көреді. Ева жаралы күйде жатыр екен. Эдвард жүгіріп барып көмектеседі және генерал мен оның адамдарының Исаак пен Эмманы ұстап алып кеткенін біледі. Бұл мәліметті бергеннен кейін Ева көз жұмады, ал Эдвард кек алуға дайындалады. Сол түнде ол бетіне бояу жағып, зомбилерге ұқсап орманда айғайлап, оларды өзіне тартуға тырысады. Мақсаты барлық құбыжықтарды бункерге қарай айдап апарып, жауларын зомбилердің көмегімен жойып жіберу. Жолда ол бункерді күзетіп тұрған күзетшіні басынан атып өлтіреді. Кейбір зомбилер жемтік жеп тоқтаса да, қалғандары көшбасшының артынан еріп, бункерге басып кіреді. Айқай-шу естіп, бірдеңе дұрыс емесін сезген генерал қолына қару алып, дәліздерді аралауға шығады. Сол сәтте ол зомбилер тобымен бетпе-бет келіп, олармен шайқасуға мәжбүр болады. Осы кезде Эдвард Эмманы іздеуге кіріседі. Ол әйелді тапқан кезде доктор Джонсонды атып, Эмманы босатып алады. Екеуі қашып кетпей тұрып, зынданға жүгіріп барып, Исаак пен басқа тұтқындарды босатады. Алайда олар есікке жақындай бергенде, Клифф пайда болып, қашқындарға оқ жаудырады. Сол сәтте зомбилер келіп, Клиффке шабуыл жасайды. Бірақ Исаак оқ тиіп тұра алмай қалады. Соңғы сөздерінде ол Эдвардқа генералдың әскермен күресті аяқтауды және Эммаға қамқор болуды тапсырады. Ақыры бункерден қашып шыққан Эдвард Эммаға лашықта қал, таң атқанша жасырынып отыр дейді. Өйткені ол жауларын түпкілікті жойғанына көз жеткізуі керек. Сол түні Эдвард Уильямс пен Клиффті орманның арғы бетіне алдап апарып, жасырынып жүреді. Себебі бұл шайқаста ол басым емес екенін жақсы түсінеді. Оның жоспары оларды екі жаққа бөліп, біреуін тұзаққа түсіру. Қарсыласын қуып жүріп, Клифф зомбилер қоршаған тұзақ орнына түсіп қалады және қашатын жол қалмағанын түсінеді. Ол құбыжықтармен арпалысып жатқанда, Эдвард генералдың соңына түседі. Бірақ Клифф зомбилерді алдап, Эдвардтың соңынан қайта түсуге тырысады. Алайда жас жігіт білмейтіні, оның дәл Эдвард күткендей әрекет етіп жатқаны еді. Қуғын кезінде Клифф зомбилерге толы орға құлап түседі. Жас жігіттен құтылған соң, Эдвард генералдың соңына түсіп, өзеннен өтіп, қарсы беттегі ағаштың артына жасырынады. Қарсыласының кек алуға толы екенін көргенде, Уильямс оны өз жағына тартуға тырысады. Бақсының оның санасын улағанын айтты. Алайда көп ұзамай генерал Эдвардты көндіре алмайтынын түсінеді. Жекпе-жекті нағыз еркектерше аяқтауды ұсынады. Екеуі қаруларын қойып, жасырынып тұрған ағаштардың артынан шығып, өзен жиегіне қарай беттейді. Уильямс Эдвардтың көзіне қарап тұрып, тағы бір мәрте Эмманы тапсыруды сұрайды. Себебі ол қыз дәрігерлерге ем табуға көмектесе алатын кілт болуы мүмкін. Бірақ Эдвард өз ұстанымында қалады да, мен Уильямс секілді адамдармен өмір сүргенше, зомбилермен қоршалған дүниеде өмір сүргенді артық көрем дейді. Сол сәтте генерал қаруын суырып атып жібермек болады. Бірақ Эдвард тезірек әрекет етіп, бірінші боп оқ атқан. Жауын жеңген соң, Эдвард бірден лашыққа қарай жүгіреді
және Эмма аман екенін көріп, жеңіл тыныстайды. Ива мен бауырынан айырылғанына қарамастан, Эмма Эдвардтың жанында өзін қауіпсіз сезініп, оған сенуге болатынына қуанады. Көп нәрседен айырылған соң, Эдвард жүрегі жаралы, өмірдің мәні жоқ екенін түсінеді. Бірақ өзіне жаңа мүмкіндік беруді шешеді. Күнделігіндегі соңғы жазбасында ол былай дейді: тіпті зомбилерге толы дүниеде де үмітті таңдап, алға ұмтылуға болады, егер сен үшін күресуге лайық адам болса. Эмманың вирусқа қарсы иммунитеті адамзатта әлі де үміт бар екенінің дәлелі. Демек, адамзаттың жалғасуы мүмкін.